бауырда май бар, май басқан. Сосын мына өт майысып қалған. Сосын сидальчиний не. Мына жанмен тәнге келдік. 6 күн болды, жақсы дәрістер алдық. Сау болыңыз, рахмет. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, міне 85-ші ағымның қырандары соңына дейін жетіп риза болған адамдар бір ауыз жылы сөз айтуға келді. Соның бірі өзіңізді таныстырып қойсаңыз. Менің атым Беркебай Серікқали. Маңғыстаудан келіп отыр. Мына жанмен тәнге келдік. Бізге үйретіліп жатқандары былай қарағанда қарапайым не, бірақ білмейміз екен көп. Сол енді көзімізді ашылып, сондай дәрістерді алып, бәрін суық судан қорқатын едік, оны үйреніп, бәрі мәз болып жатыр. Былай қарағанда адам сол өзің бойынан қорқынышты қуса бәрі болатын сияқты. Өзіңізде қандай мәселелер бар еді денсаулықта? Мәселе бауырда май бар, май басқан. Мына гепатоз, сосын мына өт майысып қалған. Сосын мына не, сидальчиний не, солар еді. Содан енді 6 күнімізді өтіп, бұйыртса енді осы жерден қарайған дәріс алып, енді бұйыртса сол алған дәрісімізді бойымызға құтқылып, өзімізге пайдалансақ, Алла. Сенім орнады ма бұл аурулардың бәрі? Сенім дәрісіз табиғи жолмен емделіп жазылатыны. Сенім орнады, вообще несін білмейміз екен, жолдарын білмейміз екен. Кіре салдым. Өзім жеңе алмадым. Сосын кейін айттым, мен барамын. Қалай да болса деп. Сөйтіп ақшаларын бәрін жинап, реттеп, жігіттім әйтеуір. Сөйтіп осы жаққа жібердім. Өкінбеймін. Рахмет сізге. Ризамын. Көп нәрседен құтылдым. Бұл жерге келіп ашылып жатырмын. Екінші күні ашылып, аяғым жақсы басты. Тамаша. Рахмет сізге. Соның кейін қосымша адамға ең қиын нәрсе, құтылатын екі нәрсе. Біреуі тәуелділік. Тәуелділік зиян тамаққа, ұйқыға, дұрыс ұйықтамау, телефонға тәуелділік, соның кейін химия, дәрі, темекі сияқты нәрсеге тәуелділік. Құтылу қиын. Бірақ миды бас білген адам одан құтылады. Екіншісі мінез кеселдері, өткенге қайғыру, өкпелеу, ренжу, болашақты уайымдау, үрей, бұдан да құтылу қиыны. Бірақ осы жерде ми қалай жұмыс істейді, адам неге ренжиді, неге өзіне қастан жасайды, сол жайлы мен біраз қарапайым тілмен дәрістерді беруге тырыстым. Қолымды болды ма? Қолымды болды. Енді 6 күн болды, жақсы дәрістер алдық. Жаңа айттым ғой. Енді бұйыртса, соны өзімізге қолдан алсақ, Алла қуат беріп. Сосын енді құрдасымыз екен, бұлай әңгіме айтпай кетуге, рахмет айтпай кетуге ыңғайсызданып алды. Жақсы. Сіз бір жақсы сөзіңіз, мына 260 ашып жатсыз ғой. Бүткіл Қазақстан үшін не қылғанда жүрегім не қылды. Жақта сау болыңыз, рахмет. Және де ұрпақты азғындықтан, ана Омар Жәлел сияқты оңбағандардан аузын жауып, аккаунттарды тазалау, ана неше түрлі арсыз жастарды ауыздықтау, ол жобаға да сіздер қатысасыздар ғой. Әмин. Инстаграм ашыңыздар, жас келді деп отырмаңыздар да, TikTok ашыңыздар, сол жерде жастарды тәрбиелеу керек. Сізде мойныңызда қарайған жүк бар, қарайған жұмысыңыз бар, бәрі талаңыз саудай болсын. Алға қарай өркендей беріңіз. Міне, сонау Ақтаудан келіп, Ақтаудан келіп, осы біздің бүкіл ісімізді қолдап, және кез келген аурудан табиғи жолмен емделуге болатынына сеніп отыр. Атым Серікқали. Серікқали құрдасымызға бала шағасының қызығын көрсін, ұзақ өмір сүрсін, бақуатты өмір сүрсін, бақытты өмір сүрсін деп тілек тілеп, лайк қойыңыздар, комментарий қойыңыздар. Энергия жетіп жатыр міне қолдан. Жақсы.